Нацистік Германия тұсында неміс қоғамының көп бөлігі неге нәсілшілдік пен ұлтшылдыққа, жауыздық пен басқыншылыққа үнсіз келісті. Оның бір себебі ол уақытта пропаганданың атқарған рөлі аз емес еді. Ақпарат ағыны толастамайтын, ақпараттық шайқас жүріп жатқан әлемде пропаганда жайлы нені біле жүргеніңіз абзал. Бүгін сол жайында сөйлесейік. Пропаганда не үгіт насихат, өзіне ыңғайлы көзқарасты қалыптастыру үшін қоғамда аргументтер, жалған ақпараттар, я болмаса кез келген қоғамның көңіл күйіне ықпал ететін ақпарат тарату. Пропаганда бұқаралық сананың эмоционалды еріктік бөлігіне әсер етеді. Яғни эмоция бірінші болып үгіт насихаттың психологиялық әсеріне ұшырайды. Мұндай пропаганданы қазір Ресейдің федералдық медиаларынан байқауға болады. Пропагандистер батысты отбасы құндылығын бұзушы қылып, ал Украинаның шенеуніктерін агрессор қылып көрсетуге тырысады. Бұл қоғамдағы батысқа деген өшпенділікті күшейтеді. Одан бөлек Ресей тарапынан дезинформация да көбейген. Дезинформация демекші қазір мемлекет аралық пропагандада болуы міндетті емес. Мысалы, антиваксерлер пропагандасы пандемия кезінде белсенді пайдаланылды және қоғамға айтарлықтай ықпал етті десе де болады. Нәтижесінде вакцинаға қарсылар қастандық теорияларына сенетін және тарататындар саны артқанын байқаймыз. Алайда пропаганда ылғи да негатив сипатта бола бермейді. Оның позитив немесе конструктив формасы да адамдарға ортақ, қоғамға пайдалы құндылықтарды да дәріптейді. Мысалы, никотиннің зиян екенін, салауатты өмір салтын ұстану мен спортпен айналысуды насихаттауды позитив пропагандаға жатқызуға болады. Не дегенмен, пропаганда қоғамға әсер ете алатын ықпалды құрал. Пропаганда құрбанын айналмау үшін ең бастысы критикалық ойдың болуы маңызды. Тұтынып жатқан ақпаратыңыздан эмоция, күмәнді дерек байқасаңыз, оны сізге кім, неге, не мақсатпен айтып жатқанын ойлап көріңіз. Немесе фактчек KZ сайтына тексеруге жіберіңіз.